Başlayınız dostlar. Технология күнде даму үстінде. Тіпті балаларымызды басқа бөлмеде отырып бақылауға зор мүмкіндіктер бар. Осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, кейде біздер беймәлім жайттарға тап боламыз. Ендеше сіздерге көрсетілетін белгісіз жайтқа толы ерекше видео топтаманы ұсынамыз. Түн, балалар бөлмесі. Сәби өзі жатқан кереуеттен шыққысы келеді. Көргендей сәби жұмбақ жайдаймен кереуеттің қабырғасына мініп, сонымен қатар бұрышта біреу бардай қарап, жылауын қойып, тепе-теңдікті тамаша сақтап, кері кереуеттің ішіне құлайды. Кейтс видео бақылаушыны қарап отырып, түсініксіз жайтты байқайды. Ақ түсті сәбидің елесі баласының бас жағына келіп, баламен бірге кереуетті зерттегендей болады. Бұл не болғанын әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалуда. Ал сіз не деп ойлайсыз? Құрметті көрермен. Ал бұл видео балалар мониторының көмегімен түсірілген. Баланы бақылап отырған анасы сәбидің бас жағында ілініп тұрған белгісіз құбылысты жарық сөндірулі болған кезде байқайды. Ішіне қарасақ, кейбір адамдар мүйізді бас сүйекке ұқсатқан. Егер жарықты қайта жақса, шағын құбылыс жойылып кетеді. Шетелде аналардың пайдаланатын құралдардың бірі радионяня. Бұл құрылғы бала бөлмесінде жатқанда анасы баласының жылағанын есту үшін қолданады. Ал бұл видеоны түсіргендердің айтуынша, тоқ көзінен ажыратылған құрылғы бір әуенді ойнай береді. Және әуен біткенде сәби оянып кетеді екен. Радионянялар 100 метрден сигнал қабылдай алады. Ал егер үй бөлмесінде қолданса, оның аз болуы мүмкін. Бұл видеодағы радионяня бір белгісіз дыбыстарды ұстаған. Тыңдап қарасақ, біреулердің жан айқайы және белгісіз дыбыстағы тілдесулер. Мүмкін бұл жақын маңдағы радиостанциялар болуы мүмкін, немесе ұялы телефонның байланысы болуы мүмкін. Әзірге беймәлім күйде қалуда. Құрметті достар, лайк басайық, коммент қалдырайық, арнамызға жазылайық. Қазақ тілді арнамызды әрқашан қолдайық. Назарларыңызға рахмет.